Уақыт өте келе құм жиналып, мықты мұнаралар тұрғызады. Ал тамшыдан тамшыға су оларды түгел шайып кетеді. Елестетіп көріңіз, жүздеген миллион тонна су жүздеген миллион жыл бойы тамшылап тұрғанын. Сонда жер бедері қалай көрінер еді? Бәлкім, Қытайдағы Юньнань Гуйчжоу үстірті сондай шығар. Ағын судың еритін, жыныстарды шайып кетуі әртүрлі карст жер бедерлерін қалыптастырған. Қытайдағы карст аймағының жалпы аумағы 140,000 шаршы километр. Ал Чжэцзян үңгірі ұлттық геопаркі солардың бірі ғана. Георгий Наукен шатқалы геологтар жоғары деңгейлі карст ландшафты деп бағалайтын ғажайып табиғи көрініс. Жоғарғы және төменгі деңгейлерде 7 табиғи көпір бар. Олар Қытайдағы геопарктер арасында қайталанбас туынды саналады. Ағын судың эрозиясы жерасты әлеміне жол ашады. Георгий үңгірінің аумағы 700,000 шаршы метрден асады. Бұл шамамен 100 футбол алаңына тең. Үңгірді толық аралап шығуға шамамен 3 сағат қажет. Үңгірдің ең биік бөлігі 50 қабатқа тең. Ұзындығы 200 метрге жететін алып карст түзілімдері. Еңселі мүсін немесе фреска секілді көрінеді. Жижин үңгірінде 40-тан астам түрдегі карст түзілімдері бар және ол сан алуан ғажайыптарды көрсетеді. Жижин үңгірінің қалыптасуына кемінде 2-5 миллиард жыл кеткен. Үңгірге кіру уақыт туннеліне енгендей әсер қалдырады. Жерде емес сияқты сезіледі. Керісінше қиял әлеміне енгендей боласың.